Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін өте дәмді, оңай торт жасап үйренеміз. Ол үшін құрғақ ыдысымызға 6 жұмыртқаны саламыз, миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Шамамен 10-15 минут көлемінде жақсылап тұрып араластыру керек. Сол кезде осында пышный масса пайда болады. Содан кейін біртіндеп 180 грамм қантымызды сала отырып, миксердің көмегімен араластырамыз. Біздің қантымыз массада толықтай еріп кету керек. Одан кейін 180 грамм електен өткізілген ұнымызды саламыз. Тағы да кішкенеден біртіндеп сала отырып, лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырып шығамыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, себебі бисквитіміз түсіп кетуі мүмкін. Енді формамызды дайындаймыз. Менде 24 диаметрлік форма. Егер 22 диаметрлік формаға пісірсеңіздер, бисквиттеріңіз кішкене биіктеу болып шығады. Астына пергамент төсеп, осылай бисквитімізді құйып шығамыз. Бетін тегістейміз. Пешімізді 200 градусқа қыздырып аламыз. Одан кейін 180 градусқа азайтып, бисквитімізді саламыз. Алғашқы 20 минут духовкамызды ашпаймыз. Шамамен 40-45 минутта пісіп шығады, духовкаларыңызға байланысты. Піскенін осылай шпажканың көмегімен тексеріп шығуға болады. Егер құрғақ шпажка болса, онда пісті деген сөз. Пештен алғаннан кейін комнатный температурада, яғни бөлме температурасында толықтай суытып аламыз. Одан кейін пышақтың көмегімен осылай формадан алып шығамыз. Формадан алып шыққаннан кейін бір түнге холодильникке салып қоюға болады. Сонда бисквитіміз жақсы кесіледі. Мен бірақ бисквитті сразу қолдандым. Енді кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 200 грамм комнатный температурадағы сары майымызды аламыз. Құрғақ ыдысымызға салып, миксердің көмегімен ағарғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Шамамен 20 минуттай уақыт кетеді. Жақсы сапалы май таңдағандарыңыз дұрыс. Одан кейін бір банка сгущенкамызды салып, тағы да араластырып шығамыз. Осындай бір келкі әдемі креміміз дайын болды. Енді бисквиттің үстіне жағамыз. Бисквитіміз жұп-жұмсақ болып пісті. 2 бөлікке бөлеміз. Осылай пышақтың көмегімен кессеңіздер болады. Енді тортымызды жинаймыз, кремімізді 2-ге бөлеміз. Одан кейін бисквиттің үстеріне жағып шығамыз. Арасына начинка салсаңыздар өте дәмді болып шығады. Мен замороженный пюре, клубничный пюре қолдандым. Өте дәмді болып шықты. Кремді осылай пышақтың көмегімен тегістеп шығамыз. Одан кейін холодильникке сіңгенше салып қоямыз. Бір түнге салсаңыздар өте керемет жұмсақ болып шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызша оформление жасасаңыздар болады. Мен тек посыпка сеуіп қойдым. Видеома лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде келесі видеоларды жіберіп алмайсыз. Өте оңай, минимум ингредиенттерден жасалатын тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.